болашағында ойласай, қазір бәрін ақша шешеді. Всем привет, слушателям. Бүгін сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін біз Маликамыз подкаст түсіретін боламыз. Яғни бұл подкастта сұрақ-жауап деген сияқты болады. Мен ведущий боламын. Бүгінгі біздің қонақта Маликамен бүгін жақынырақ танысып боламыз, достар. Мен Малика күнді кейін қалай? Вот, Малика. Бүгін біздің қонақта Жұмабаева Малика. Енді Малика, өзің туралы айта кетсең. Мен туралы не білгілерің келеді? Өзіңізді енді таныстыра кетсеңіз, қай жақтан боласыз? Атыраудан боламын. Жақсы. Жасым 23. Жігітім жоқ. Басы бос, достар, если что, мұндай жігіттер болсаңдар, команда деген. Өмірдегі мақсатыңыз қандай? Вот данный момент менде үй алу керек. Үй, здоровье, машина и фигура. Іс шығару, бұл суреттерді качать ету осындай мақсатта. Қазір 2 жылдықтың ішінде орындалу керек, примерно солар. Мен 2 жыл демей қояйын, потому что үй мен машинаны 2 жылдың ішінде ала алмайсың. Это же явно. Вот. Хотя үй алу керек. Мен 1 жылдан кейін қайда тұрамын. Вот сол проблема. Жақсы, мына жерде ойланып отырып мен. Я хочу отдельно жить. Понимаете? Қалай енді сонда сол кезде мысалы ақша болмаса, как ты можешь жить? Вот. Қазір бәрін ақша шешеді. Жақсы, Малика, жауабыңызды қабылдадық. Және осы әңгімеңе қарай, егер сен ақша табу баста мақсатың болса, қалай байитын едің? Қалай байитын едің? Иә, осы жаңа айтып отқан ақшаның теманы алып кетеді. Ақша деп отырсың, манадым ақша никак деп. Сол енді сен ақша басты мақсатың болса, қалай байитын едің? Қандай жолдардың бар сенде? Енді оның бәрін айта бермейді. Негізі поверхностьті дегенде мысалы былай күнделікті жұмыстан бөлек лишний жұмысың болу керек или мини-бизнес болу керек. Но менде қазір ешқайсысы дымда жоқ. Мен жұмыс жасамаймын, оқимын, маған үйде әке шешем оқуым ақшасын болғыңыз келеді делік та, например, мысалы Малика, сен атақты болғың келеді, иә? Иә, ну не прям сөз енді мысалы атақты болғың келеді, например, арманың бар, оны қалай жүзеге асырасың? Енді қандай атақты? Қай жағынан атақты болайын? Білмеймін ғой, әртүрлі атақты бол, әнші, актриса болу мүмкінсің, бизнесмен болу мүмкінсің. Бизнес шығамын, мысалы нормально. Бизнес, иә. Или может тренер болсам ба деп қоямын. Өзім андай әлі үйрене алмай жүрмін, үйреніп алып, может өзім білмегесін, может біліп сендерге де үйретсем ба. Маған бірдеңе салайын деп отырсың ба не? Білмей көремін. Ой, бісміллә, қазір оқып алмайын. Как так-то? Достар, как есть, так и андай салып жатырмыз. Мысалға сен, Малика, қазір жұмыс істеп жатырсың Велесте, және де... Қандай жерде жұмыс істеп жатырсың? Білмеймін, енді өзің армандан компанияңда жұмыс істеп жатырсың. И сол компанияда мысалға саған бір ұсыныс келеді басқа жақтан, левый сторонадан. Жұмабаева Малика, біз сізге осында $1 миллион береміз дейді. Жұмыстан шығамыз дейді бірақ. Не үшін? Мысалы бар ғой, $1 миллион мен, мысалы, сен өмір бақи жетіп қалмайды ол, сен до конца жизни жетпейді ол ақша. Может, ана жерде қайдан білесің, может, мен армандап отқан жерде одан да больше, мысалы больше да, мысалы, айына төлейді. Енді $1 миллион болмайды, мысалы, ешқай жерде зарплата. И потом ол жерден шыққанда сен деген не ғой? Мысалы, сен айына сондайдан жинап түсіп тұра береді. Ана $1 миллион тек бір күн береді. Ол мысалы бір шама уақытқа жетеді, сосын бітіп қалады деген сияқты. Ана жұмыста болсаң, ол сенің ақшаң тұра береді. Лучше оның қасында былай лишний жұмыс ашып алған дұрыс деп ойлаймын. Бір жерде мысалы бірдеңе ашып қойсаң, мысалы сен жұмыс ашып қойсаң, сен өзің шаруаң болмайды. Шаруаң болмайды емес, сен ол жерде жұмыс істемейсің, просто барып хабар алып тексеріп кетесің деген сияқты. Басқа адам былай сен бизнесіңді жүргізе береді. Мен ондай $1 миллион беремін, жұмыстан шық десе шықсын. Көрермен ғой, құрметті көрермендер десем. Құрметті көрермендер, көріп отырсыңдар ма?
көрүп отур го эмне. Көрүп атсыңдар. 250 адам болупту. Көрүп атсыздар достор. Вот. Кайдан аласың сан сурак. Сол сурактын баарын. Мунун баарын өзүң басыңан чыккан жок. Я искала. Мен айттым кеше искала. Google'дан отур актардым. Мен Мен айттым кеше подкаст тиктигинди сону дайындап атканым, сосын издедим. Сол достор, бүгүнкү бизде конакта болгон Жумабай Малика. Если дагы кандай сурактарыңыз болса, кою керек болса, жазып кетиңиздер достор. Келесі кезгече. Вақт неге ұзатпайды түнді естуге сенің